Сәлеметсіздер ме? Мен Сәнжанқызы Айлана, 19-ші мектеп гимназиясының оқушысымын. Мен номинациям құстар қанат қағады номинациясы Маңғыстаудағы сирек кездесетін құстар. Жобаның мақсаты Маңғыстаудағы сирек кездесетін құстар зерттеу және қызыл кітаптағы құстарды анықтау, қорғаудың маңызын түсіндіру. Мәселен өзектілігі Маңғыстаудың табиғаты ерекше болып табылады және құстардың саны азайып бара жатыр. Экологиялық мәселелер бар. Құстардың сақтау мәселесі. Маңғыстау өңірінің табиғаты және құстар. Маңғыстау өңірі өзінің табиғатымен ерекшеленеді және іргелі ағымда құстарды сақтау, іргелі ағымда түрлерін сақтау табиғаттың теңдеген балансын ұстап тұрады. Сирек түрлердің қорғалу статусы, қызыл кітапқа енген түрлер аймақтағы биологиялық әртүрліліктің құндылығын көрсетіп тұрады. Биологиялық әртүрлілік маңыздылығы. Биологиялық маңыз сирек және ағымды түрлер арасында түрлік байланысты сақтап тұрады. Маңғыстау табиғи аймағы. Маңғыстау облысы жалпы Каспий теңізінің батысында орналасқан. Каспий теңізінің рөлі өте маңызды, себебі теңіз балық құстарының қажетті ортасы болып табылады және өңірдің экологиялық ерекшеліктері. Жалпы Маңғыстау өңірі ерекше экологиялық сипаттамасы бар. Тұрғындар мен құстардың өзара байланысы, адам өндіріс әрекеті, ластану проблемасы және икемді басты. Ең бастысы ластану проблемасын айта кететін болсақ, ластану құстардың өмір сүру ортасына зиян келтіреді және балапандаған құстар көбінесе өлімге ұшырайды. Қызыл кітапқа енген құстар түрлері. Қызыл кітапқа құстардың 3 түрі енген: ақ құстар, жабайы құстар және суалған құстар. Ақ құстарға жұмыршы, балық құсы, торғайдай құс түрлері жатады, ал жабайы құстарға бұлдыршын, балапан, аршын және қарапайым құстар да жатады. Ал суалған құстарға Каспий өңірінде өмір сүретін құстар жатады. Мен осы кезге дейін құстарды зерттеп, осындай диаграмма құрдым. Балапан түріне тоқталатын болсақ, оның популяция саны 150-200, түндік түрінің популяция саны 300-400, өтпелі түрі 250-350, құмды түрі 100-150 саны құрайды. Құстарды сипаттау тұңғиығы. Жалпы 20-шы ғасырдың ортасында құстар санының төмендеуі басталды және осы кезде табиғи орта бұзылуы негіз болды. Және 1970-1990 жылдар аралығында құстарды қызыл кітапқа енгізу басталды. Осы кезде халықаралық үндеу артты. Сақтау бағдарламалары және іс-әрекеттер. Қолайлы сақтау іс-әрекеттеріне мен 3 деңгейді құрастырдым. Олар заңды институты, баға маңызы және орындау деңгейі. Сақтау техникасы, барлау және түсіндіру, сақтау бағдарламаларын жетілдіру, тіршілік ортасын қайта құру және популяциялардың өсімін бақылау. Маңғыстауда сирек кездесетін құстарды сақтаудың рөлі. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл суретте біздің өңірде жоғалып кеткен және өліп қалған құстар көрсетілген. Қорытындылай келе, аймақтың құстар әлеміндегі маңызы. Жалпы Маңғыстау орталық Азияда құстар биоалуантүрлілігінің стратегиялық орталығы болып табылады және ондағы сирек түрлер сақталуы өңделмелік маңызды қамтиды. Аймақтың сақтау мәселесінің маңызы өңірдегі құстар популяциясын жайлы сақтау, аймақтың экологиясының негізгі құрамдасы және ұзақ мерзімді тұрақтылықтың кепілі болып табылады. Халықаралық сақтау бағдарламалары, глобалды деңгейдегі институттары мен институциялары Маңғыстау өңірінің құстар сақтаудың басым аймағы ретінде танып, бірлесіп әрекеттер жүргізуде және жергілікті қоғамның рөлі мен іс-әрекеті Маңғыстау халқының сирек құстарды сақтаудағы белсенді қатысуы және құстар популяциясын қорғау құрылымдарының объективті негізі ретінде табылады. Ұсыныс: қорықтарды көбейту, табиғатты қорғау және ластамау. Жалпы мен өзім ұсыныс беретін болсам, осы құстар туралы көбінесе ашық сабақтар өткізген жақсы деп ойлаймын және плакаттар жасауда жақсы идея деп ұсынамын. Және бастауыш сыныптарға мектептің айналасына құстарға арналған ұялар жасауға кеңес беремін. Жалпы осы кездері мен 5 құстарға арналған ұя жасаған болатынмын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Табиғатты бірге аялайық.